Бұға мінген көкжал. Бір күні таң алдында апаннан бұқпантайлана шыққан көкжал кісі бойы өскен қамыспен қалың тоғайды жамыла, қара ойды бойлай жортып, бір ауылдың маңына келіпті. Ол қойдан бөлініп қалған қозыға кез болып тап беріпті. Үрейі ұшып қатты шошыған қозы қалдырап, «Қасеке, мен сіңізге сыздық болам ба? Бір асам етім жоқ, мені қайтесіз, онан да шығыс жақтағы өзенге барыңыз. Ондағы құла бие суатында бір құлатай құйға батып шыға алмай жатыр. Сізге табылмайтын ас сол, оның еті майлы да дәмді ғой шіркін». Қозының сөзіне еліткен көкжал қозыны тастай беріп сол бағытқа қарай жорта жөнеліпті. Ол өзен жағасына келсе, шынында бір құлатай құйлап шыға алмай жатыр екен. Қуанышы бойына сыймаған көкжал оны тамақтамақшы болып тұра ұмтылыпты. Сонда құлатай көкжалға: «Бәлі, көкжал неткен ақылсыз едің. Мені қалайша ақылсыз дейсің?» деп сұрапты қасқыр ызаға булығып. Сонда құлатай аспай-саспай жауап беріпті: «Мені осы бойында жесең, сары балшыққа араласқан еттен не дәм болмақ. Егерде мені құйдан шығарып таза көгалға апарып жесең, сонда еттің дәмі тіліңді үйірмес пе еді?» Қасқыр миығынан күліп: «Жарайды. Ақымақ болғанымен жылтың бар екен», деп құлатайды жалынан тартып құйдан шығарады. Сонан ол құлатайдың жылы жұмсақ етіне бір тоятын болдым ғой деп көңілденіп, жеуге ыңғайлана бергенде: «Ей, атың кім?» деп сұрайды құлатай. «Жоңғар қойнауының әйгілі ханы боламын», депті қасқыр күшілдеп. Құлатай оны төтенше қадір құрмет тұтқан бейнеде: «Алдияр, Ханеке, онда менің сол жақсаныма басылған таңбаны көрімізші». «Жарайды, көрмейтін несі бар», депті қасқыр бейне үлкен оқымыстыдай аяғын кердеңдей баса құлатайдың мінер жағына шығып, ол таңбаға қарай бергенде құйрығын шаншыған құлатай тарс еткізіп көкжалды жалманынан түсіріп, құйын зытып беріпті. Тай тепкен аузы мұрны қан жоса болған қасқыр орнынан әрең сүйретіліп тұрып құмға қарай безіпті. Ол солтүстік жақтағы белебірге шығақ, күлім қаққан күн ұясынан шығып шартарапқа нұрын шашыпты. Түнгі жортуылда аузы қызылға тимеген көкжал апанына қарай салып ұрып келе жатса, бір ентікте жалғыз қызыл бұқа жайылып жүр екен. Қасқыр текпіден дал болған аузын арандай ашып, терінді тірідей сыдырып, «Майлы етіңді асаймын» деп қызыл бұқаға ырылдайды. «Ей, түздің көкжалы» дейді. Қызыл бұқа осыншалық жасқа келіп қол баққан сиыр етінің қатты шандыр болатынын білмеуші ме едің? Оның үстіне тісім жоқ екен, мені қайтып сүйсініп жейсің. Онан да екеуміз Батыс ауылының қыз ұзату тойына барайық. Табақ-табақ семіз қой етін емін еркін жеп сыйлыққа бір тояйық. Бұл ақылым қалай? Ұзақ жол жүруге шыдамым жетпес. Сары таңды сарпалдан мен өткіздім, енді аяғымда бір басуымның өзі мұң болып тұр дейді қасқыр тыжырынып. Егер қатты шаршап шалдыққан болсаңыз, маған мініп алыңыз. Бұқаның бұл сөзін естіген қасқыр: «Мен барсам, адамдар маған қас қылмай ма? Тақсыр-ау, сіз адам баласы той тілеу күні біреуге қастық істейтін жаман ырымға барады деп қашан естіп едіңіз?» дейді бұқа аспай-саспай түсіндіріп. Бұқаның сөзінің қисынына сенген көкжал: «Көп сөз көжеге қатық болмас, барсақ барайық». Сонан ол бұқаға мінеді де тойға қатынасу үшін ауылға бет алады. Қызыл бұқа көкжалды арқасына мінгізіп алып, той болып жатқан ауылға келеді.
Тойға жиналған ел жұрт бұқаға мініп алған қасқырды көре сала айқай сүрен салып, мылтығы барлар мылтығын алып, иті барлар итін қосыплап қояды. Бұқа осы кезде мөңкіп көкжалды жерге жығады. Жағдайдың насырға шапқанын білген көкжал құйрығын топына қысып, ырымбай құмына қарай ыстып береді.